Кеше Шардара деген жердегі анау жетесіздің әкесін ұрған бәріміз көрдік қой. Жүрегіміз қаққа бөлінді. Сондай жетесіз ұлдан сақтасын, көргенсіз қыздан сақтасын. Ұл болса Рашидтің ұлындай болсын, қыз болса Рашидтің қыздарындай болсын. Бір көтер әкем. Мініңіз, бүгін сіздің күніңіз. Міне ұлдар қол соқты. Anamdı жалапма, Әке, қолыңызды көтеріңіз. Рухымды ұлаппағаным үшін. Рахмет, әке. Балам деп өктегенім үшін. Жаманды өтпегенім үшін. Рахмет, әке. Қорғансыз тастамағаным үшін. Ниетті ластамағаным үшін. Қараш, сәл нәрсеге жігіттер, кішкентай әкеңмен шешең қартайғанда Алла Субханаллах Тағала Құранда айтып жатыр. Ей, түш деп айтпаңдар. Әкеңмен шешең қартайғанда қоя тұрш деп емес, түш деп айтпаңдар дейді. Кішкентай ғана нәрсеге әкеміздің бақыттан бас айналды. Ай, сен көтере алмайсың ау. Красавчик бол. Кеш. Кішкентай нәрсеменен қаншама досыңа, ініңе, достарыңа үлгі қалдырып отырсың. Мына той бітеді ертең. Ал мына балаң сенен көргенді жасайды. Әкесін көтерді ма? Уаллахи, Аллахпен ант берем. Ертең мына балдар мынау әкесін көтереді, Құдай қаласа. Мен айтты дейсіздер. Бұл өмірдің заңы солай. Әкеңе не істесін алдыңнан сол шығар. Сіз ойладыңыз ба? Бүгін мені балам көтереді деп ойлаған жоқсыз ба? Жоқ, ойлаған жоқпын. Сол үшін ғой мен қымбаттам адаммын. Адамдар ойламайтын нәрсені істеймін. Че там? Көресің ба? Қараш, кіші баласын жоқ, тиіспей қойды қояды. Әке деген өзі сондай ашуланшақ. Екі келін. Сендер қазір енелеріңді көтересіңдер. Әке деген өзі сондай ашуланшақ. Ей, жігіттер, біздікі ойшы қой ашулансақ. Бір баласы мына мен қаладамын, жүрмін шіркін сол бір ашудансақ. Барлық адам дәл осылай әкелерін құрметтесін. Қызық көрмей бұл өмірден құр кетпесін. Ей бала, әкең саған қатты бір ренжісе, жазу қиын өмірде сол өтпесін. Ол адамдар бұл өмірде әке деген, кішкентайдан біздерді мәпелеген, шын жүректен тілерім баршаңызға, көбейсінші балашаға әке деген. Шынымен құладым ба шым қорғаным, шынымен лауладым ба ну орманым. Рашид әке, сенің өміріңді жалғамасам, құрып кетсін жер басып ол болғаным дейді. Үмітін жан-жарының, үмітін әкесінің ақтай берсін. Махаббатын жүректе сақтай білсін. Жердің бетін қара Қытай қаптағанша, құлшығастың ұрпағы қаптай берсін. Әумин де қойыңыздар. Кел балдар. Рахмет. Аман болсын. Ризасыз ба? Ризамын. Бір көрейік. Сабыржан, жаңағы мен балам көтерген кезде әкеме сөз кетті. Айтайын енді. Осы үйде бір шалдармен тамақ беріп жатырмыз. Әкемді көтеріп сыртқа шығардым. Онда әкем айтқаны ғой, соғыстан келгенде осы Рашид дейді маған. Осы ғой апарып қойып сөйледі дейді ғой. Білдіңіз бе? Көрдіңіздер? Мен жаңағын айтып, әкеңе не істейсің, соны істейді бала деп. Аллах Тағала солай істеп қойған. Әкемді үйден арқалап көтеріп шығып едім. Бүгін міне баласы көтеріп шығып отыр, құрметті ағайындар. Жыламаңыз, жыламаңыз. Балаң жақсы жерге барды деп. Аман болыңыз, шын жүректен. Апа, жоқ, бір сұрақ қойсам бола ма? Қашан соңғы рет ұлыңызға, ұлым
мен сені жақсы көремін деп айттыңыз. әрине бұл қашан айтамын? А? Орысша сөйлеп отыр ма? Жоқ, постоянно айтамын деп отыр ғой дұрыс. Күніге айтамын. Рас па? А сен ше? Мен де күніге айтамын. Айтшы. Әкешім, мен сізді жақсы көремін. Папа, мен сізді жақсы көремін. Соска емзеге бала. Аман болсын. Әкелерің аман болсын. Жазаттылық аға келіп кетті ғой. Сенің құрметіңді. Әкей, мына баланың құрметі ғой. Заттылық аға келіп кетті. Қазір айтайын ба не болып жатқаны оны енді. Әкесінің қырқысы болады ертең. Соны тастап, мына баланың бір ауыз сөзі үшін осы тойға келіп тұрды. Азаматтық деген ол ақшада емес, ол жүректе. Балдарыңызды жақсы тәрбиелегенсіз. Мынандай азаматтар таспен қаласа келмейтін еді осы тойға. Барлығы доспен қалап тастады ұлдарыңыз. Әрбірі ел танитын азаматтар аға. Елдің тізгінін, елді аузына қарата беретін азаматтар. Соның барлығы міне шайдың арқасы. Көңілдерің тамадаға толсында, бақыт құсы Рашидтің отбасына қонсында. Теміртаудан Жетісайға келген Сабыржанға Жетісайский бір шапалақ болсында. Көке, рұқсат болса мен енді соза бермейін. Қазір мен ата-аналарды шақырайын. Сөйтейін де қалған бір тост қылайық, е? Сөйтейік, өткені ертең не түсіні ғой. Сіздің ата енеңіз